Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі өтетін сабағымыз компьютерлік жүйелер және желілер бөлімінің 5-ші тақырыбы компьютер қалай жұмыс істейді. Бүгінгі сабақта үйренетініміз компьютердің негізгі құрылғыларының өзара әрекеттесуі, аналық тақшаның орталық процессордың байланыс порттарының қызметі. Енді ойланайық, компьютер дегеніміз не? Компьютер қандай құрылғылардан тұрады? Сендер төменгі сыныптарда компьютердің құрылғыларымен және олардың қызметтерімен танысқан болатынсыңдар. Компьютер дегеніміз не? Компьютер ағылшын сөзінен шыққан компьютер есептеуіш деген мағынаны білдіреді. Яғни компьютер ақпаратты өңдеуге арналған құрылғылар жиынтығы. Компьютер ақпаратты программалардың көмегімен өңдейді. Дербес компьютер мынадай бөліктерден тұрады. Ақпаратты өңдеу және сақтау құрылғысы жүйелік блок. Ақпаратты шығару құрылғысы монитор. Ақпаратты енгізу құрылғысы пернетақта. Компьютердің ең негізгі бөлігі жүйелік блок. Жүйелік блокқа компьютердің негізгі және қосымша құрылғылары жалғанады. Компьютердің негізгі құрылғыларының өзара әрекеттесуін қарастырайық. Компьютердің негізгі аппараттық құрылғылары мәліметтер мен ақпараттарды енгізуге, кодтауға, ұсынуға арналған енгізу құрылғыларынан, программалық жасақтаманың және есептеулердің нәтижелерін сақтауға арналған ішкі және сыртқы компьютер жадысынан, мәліметтер мен ақпараттарды өңдеу процесін басқаратын негізгі құрылғы процессордан, өңдеу нәтижелерін шығаруға және қағазға басып шығаруға арналған шығару құрылғыларынан, барлық құрылғылар арасында ақпарат тасымалдау қызметін атқаратын жүйелік шинадан тұрады. Компьютер іске қосылғанда осы құрамдас бөліктердің барлығы ақпараттарды өңдеп, дайын ақпараттарды ұсыну үшін жұмыс жасайды, өзара әрекеттеседі. Енді жүйелік блокта қандай құрылғылар орналасқан? Компьютердің енгізу, шығару құрылғылары, қосымша құрылғылар жүйелік блоктың сыртында орналасатыны белгілі. Олар монитор, пернетақта, тінтуір, басып шығару құрылғысы, модем және тағы басқа. Әрбір сыртқы құрылғы компьютердің процессоры мен арнайы блоктар, адаптерлер немесе контроллер, ал басып шығару құрылғысы сияқты құрылғылар USB порттар контроллері арқылы жалғанады. Процессор басқа құрылғылармен көптеген сымдардан тұратын кабель арқылы жалғанады. Оны шина деп атайды. Ал жүйелік блоктың ішінде орналасқан құрылғылар бізге көрінбейді. Жүйелік блоктың ішінде орналасатын құрылғылар аналық тақша, микропроцессор, компьютердің ішкі жады, дискі жетек, алынбалы тасымалдаушыны оқуды және оған ақпаратты жазуды жүзеге асыратын құрылғы. Жүйелік шина компьютердің түрлі құрамдас бөліктерінің байланысын қамтамасыз ететін электронды сұлбалар, қоректендіру блогы, желдету, қорғау жүйелерінен тұратын компьютердің электромеханикалық бөлігінен тұрады. Аналық тақша дегеніміз компьютердің ақпараттық негізі. Аналық тақша арқылы жүйелік блоктың құрылғылары өзара әрекеттеседі және ақпарат алмасады. Аналық тақша компьютердің микропроцессоры, тұрақты есте сақтау құрылғысы және басқа да құрамдас бөліктері орналасқан тақша. Аналық тақшаның негізгі қызметі компьютердің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Аналық тақша мыс өткізгіштермен қапталған. Микропроцессор компьютердің мәліметтерді өңдеуге және компьютер жұмысын басқаруға арналған негізгі бөлігі. Микропроцессор программалар арқылы берілетін командаларды орындайды. Микропроцессор неғұрлым шапшаң жұмыс істесе, компьютерде соғұрлым жылдам жұмыс істейді. Ол компьютердің барлық құрамдас бөліктерімен байланыста болады. Заманауи микропроцессорлар көп ядролы. Көп ядролы микропроцессорлар еңбек өнімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Процессордың басты сипаттамасы тактілік жиілік. Ол мегагерцпен және гигагерцпен өлшенеді. Тактілік жиілік қаншалықты жоғары болса, процессор алынған мәліметтерді соғұрлым тез өңдейді. Жүйелік шина. Жүйелік шинаның негізгі қызметі процессорлар арасында және дербес компьютердің қалған басқа да құрылғыларының арасында ақпараттар тасымалдау болып табылады. Шинаның разряды ондағы сымдардың санына тәуелді.
Деректерді жазу кезінде процессор адрес шинасы бойынша ішкі жадқа ұяшық адресін береді және деректер шинасы бойынша осы ұяшыққа жазылатын ақпаратты алады. Яғни жүйелік шинаның құрылымы деректер шинасы, адрестер шинасы және басқару шинасынан тұрады. Ішкі және сыртқы жады. Оперативті есте сақтау құрылғысы немесе электронды есептеуіш машинасының жедел жады, сондай-ақ тұрақты есте сақтау құрылғысы компьютердің ішкі жадын құрайды. Ішкі жады жұмыс кезінде процессормен мәлімет алмасып отырады. Өңделуі қажет кез келген мәлімет алдымен компьютердің сыртқы жадынан жедел жадына жазылады. Компьютердің жедел жадында осы мезетте жылдам өңделуі тиіс мәліметтер мен программалар ғана сақталады. Ішкі жады жүйелік блокта орналасқан микропроцессормен жұмыс істеуге арналған. Сыртқы жады ақпараттарды сыртқы тасымалдаушыларда сақтайды. Алдарыңызда компьютер жадының ішкі және сыртқы жады құрылғыларының түрлері көрсетілген. Компьютер порттары. Порт компьютерден компьютерге дерек беретін құрылғыларды жалғауға арналған қосқыш. Мысалы, басып шығарғыштар параллель порттарға, ал модемдер тізбекті порттарға жалғанады. Сонымен қатар, қосымша құрылғыларды жалғау үшін тізбекті порт және USB порт пайдаланылады. USB порты компьютердің алдыңғы және артқы жағында тізбекті немесе параллель порттың жанында орналасады. Мінекей оқушылар, бүгінгі сабағымызда компьютердің негізгі құрылғыларының өзара әрекеттесуі және аналық тақшаның орталық процессордың байланыс порттарының қызметтерімен таныс болдық. Енді келесі сұрақтарға жауап берейік. Дербес компьютер қандай құрылғылардан тұрады? Яғни, дербес компьютеріміз мынадай бөліктерден тұрады. Жүйелік блок, монитор және пернетақта. Жүйелік блоктың қызметі қандай? Компьютердің ең негізгі бөлігі осы жүйелік блок. Жүйелік блокқа компьютердің негізгі және қосымша құрылғылары жалғанады. Келесі сұрақ, жүйелік блоктың ішінде қандай құрылғылар орналасқан? Жүйелік блоктың ішінде аналық тақша, микропроцессор, компьютердің ішкі жады, дискі жетек, жүйелік шина, электронды сұлбалар және қоректендіру блогы орналасқан. Аналық тақшаның негізгі қызметі қандай? Аналық тақша арқылы жүйелік блоктың құрылғылары өзара әрекеттеседі және ақпарат алмасады. Яғни аналық тақша компьютердің микропроцессоры, тұрақты есте сақтау құрылғысы және басқа да құрамдас бөліктері орналасқан тақша. Яғни аналық тақшаның негізгі қызметі компьютердің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Микропроцессор қандай қызмет атқарады? Микропроцессор компьютердің мәліметтерді өңдеуге және компьютер жұмысын басқаруға арналған негізгі бөлігі. Микропроцессор программалар арқылы берілетін командаларды орындайды. Келесі сұрақ, компьютер порттары дегеніміз не? Порт компьютерден компьютерге дерек беретін құрылғыларды жалғауға арналған қосқыштар. Мінекей оқушылар, бүгінгі компьютер қалай жұмыс істейді тақырыбындағы сабағымыз аяқталды. Осы сабақ бойынша сіздердің түсінгендеріңізді бекіту мақсатында төмендегі сілтемеге өтіп тапсырмаларды орындап жіберіңіздер. Сау болыңыздар.